Құлпынай маусымы басталып, құлпынайдан десерт жегім келіп, осы тортты пісірдім. Өте дәмді болып шықты. Сіздермен де бөлісейін дедім. Ең алдымен бисквиттен бастаймыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Аздап тұз қосып, қантты аз-аздан салып отырып, миксермен қатты масса болғанша араластырамыз. Сарысын салып, қолмен осылай араластырамыз. Ұнды електен өткізіп қосып, лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Формаға салып, қызып тұрған пеште 45 минут уақытта пісіріп аламыз. Піскенін таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Толықтай суытып, үстіңгі бөлігін кесіп алып тастаймыз. Бисквитті 3 бөлікке бөліп аламыз. Кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қаймақ, қантты салып миксермен араластырамыз. Құлпынайларымызды турап аламыз. Бисквиттің әр бөлігін сүтпен пропитка жасаймыз. Арасына крем жағып, туралған құлпынайларды салып, тортымызды дәл видеодағыдай жинап аламыз. Бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз, сосын барып үстіне крем жағып әрлесек болады. Мен дәл осы кремнен бірден тортымды жинап алдым. Үстіне кремді жағып, өз қалауыңызша үстін әрлесеңіздер болады. Мен үстіне құлпынайларды кесіп, осылай әрлеп шықтым. Өте дәмді, өте әдемі торт болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.